некесіз тұрған дейді. Некесіз тұрған не мемлекеттің, не шариғаттың тілінде тұрмаса, да бұл гражданский брак деп айтуға келмейді, бұл үлкен күнә болады жаным. Ол сенен қашып жүрген адам деген сөз. Менің туған сіңілімнің ұлы 10 жаста, оның алдында орамалсыз жүруге бола ма? Болады. Жолдасымды намаз оқуға көндіре алмай жүрмін, қалай айтсам болады дейді. Сен өзің оқысашы. Сен өзің оқы жаным. Анау қалай оқиды ол? Сен өзің оқымайсың. Оқысың ба? Оқысаң да анау кішкене суреттерді азайт Инстаграмдағы. Бейт түскен, анау шашыңды көріп мен өзім бейтіп баратырмын, көзім айналып баратыр. Суреттерді азайт, кішкене өзіңі өмір түнде бейтіп өзің оқышы. Сені көрсін. Сонда одан ұялады. Құдайдан қорықпаған адам ұялығы бар. Бізде ұят деген ұлы қасиет бар. Бізде ұят деген жақсы қасиет бар. Адам тәрбиелейтін. Мән хаяун лаху ва ла имануллах. Кімде ұят болмаса, ода иман жоқ. Иман мен ұят ажырамайтын бір үлкен қасиет жаным. Сондықтан сен өзің кел, саған қарайды ұялатын болады. Күйеуді түзеткілеріңіз келе ме? Ода ұят бар. Оның ұяты неден келеді? Сіз оятасыз ол ұятты. Сіз өзіңіз осындай болсаң қалай оянады? Күйеуім сен оқышы. Менші, мен қыдырып жүргім керек. Жоқ, ондай емайды. Екеуі бір-біріне пара болады. Я работаю кассиром в супермаркете, продаю алкоголь. Насколько это куна? Во-первых, вы не продаете, вы работаете на этом месте. Вы, наверное, скорее всего, знаете ответ на этот вопрос. И в любом случае хотите спросить, хотите узнать, что я скажу. Вообще, само по себе вы не торгуете, вы являетесь продавцом. Точно так же доставщики еды. Когда им дают определенную посылку, они, не зная что, могут доставлять. Точно так же в данный момент вы являетесь продавцом. Теперь, если ваше сердце, ваш иман говорит, что вам надо бросить это, соответственно, найдите другую работу и переведитесь. Раян деп қойға болады. Ата-енеммен тұрсам, орамалсыз тұрсам. Қазақ дәстүрінде орамалмен жүресің. Қазақ дәстүрінде үлкендердің алдында киіп жүресіз. Надия деп қойға болады. Ініме жұма намазға намаз оқы десем қашқақтайды. Өзім оқиым, тура жолға түс десем басымды ауыртпашы дейді. Дұрыс қой, енді сен енді ол үнің қаншада қазір? Айтатын өзінің уақыты болады, айтудың жолы болады. Біздегілер сіздер ойлайсыздар ғой деймін. Бүйтіп айтқанда жүр дегенде жүріп кетеді. Жүр дегенде жүрген бір адам бар. Ол Хазірет Абу Бәкір радиаллаху анху, Алла ол кісіден разы болсын. Қалған адам бәрі ойланады, оған уақыт керек, оған жақсы аға болыңыз сіз, басын сипаңыз, кішкене сыйлық беріңіз, мейірімді болыңыз. Намаз оқыған сайын жүректер қата береді бізде. Намаз оқыған сайын біздің жүректер босай беру керек, жыби беру керек, мейірімді бола беруіміз керек. Бізде наоборот, намаз оқыған сайын жындана бастайсың. Намаз оқыған сайын елден сенен қаша бастайды. Намаз оқыған сайын сенен шоши бастайды. Намаз оқыған сайын қабақтарың жиналып бастайды. Намаз оқыған сайын елден бөлініп кете бересің, ағайыннан қаша бересің. Бұл не сөз? Сонда мешітте соны үйретіп жатырмыз ба? Намаз оқыған сайын тоқал алғың кеп тұрады. Намаз оқыған сайын сонда қалай өзгересіздер сіздер? Дін сонда біз соны үйретіп жатырмыз ба? Намаз оқыған сайын анау харам, анау кәпір, анау тозақ қайда? Дін соны үйретті ме сонда сіздерге? Намаз оқыған сайын екі сөздің бірін арабша сөйлей бересің. Соны үйреттік пе біз сонда? Айтыңызшы. Жоқ, сол ма не біздің үйреткеніміз? Олай емес шығар. Дін, наоборот, мейірімділік таныту емес па? Ұлттық сақтау, тілді сақтау, анау жазған сообщениеңізді қате жазбау, комментария дұрыс жазу, сол нәрсе емес па? Ағайынмен жақсы болып шақырмаймыз ба? Пайғамбарымыз уақытта дұшпанның дұшпандарына пайғамбарымыз мейірімділік жасады. Сізбен біз не болып бара жатырмыз? Сол үшін ғой діннен жырақ адамдар бізді мазақтайтын сол. Намаз оқитындарың түрі анау. Білеміз, істеп жүргендерің анау. Деген сөздер неліктен етеді? Соған повод берген сізбен біз емес пе өзіміз? Өз бар болған 4 ауыз сөз білесің арабша, сол 4-ті айландырып айта бересің. Қойсашы. Біз өз кішкене тарихымыз қашаннан бері келе жатыр, бүлінбей, басқа ұлтқа кірмей, ұлтымызды бұзбай, дәстүрімізді бұзбай, салт санамыздан кетпей, дінімізді жүрегімізге байлап, ел болған ел едік қой біз. Біреуге таңсық болмай-ақ өзіміздің қасиетімізді көтерген ел едік. Не болды бізге осы күнде? Әйел сабайтын болдық, біреуді ұратын болдық, тонайтын болдық, мародер болдық. Бәрін көріп шықтық, көрмеген нәрсе қалмады.
Намаз оқысақ болды, тоқал алғың келетін болды. Басқа болса семьяны бұзу керек болды. Айғайлап ұрысу, мына жақта келіндер шықты енеменен. Бұл қайда баратымыз біз сонда? Дініміз соны үйретіп жатыр ма бізге? Олай емес шығар. Мүмкін қате өзімізден шығар. Мүмкін біз дұрыс түсінбей айтқан шығармыз. Сәл бір нәрсе оқыса ол, ол кәпір, ол мүшрик, кәпір болып кеттік. Жаңа жыл туралы ойымды жеткізіп айтқанымша қиып алып, мынау харам, кәпір діннен шығарып жіберді. Жаңа жылды қарсалсаң қарсал, қарсалмасаң қарсал деген жоқпын. Сен сол жақта жүрсең жүре бер, бірақ мына жаған тиіспе деп жатырмыз. Біз сондай болып бара жатырмыз. Біреудің айыбын аңдып, мыжып, төлтіріп сөйтуіміз керекпіз. Қою керек бұны. Аяз ата жоқ дедім. Аяз ата физкультураның мұғалімі дедім. Трудовик екеуі болады өзінше. Сөйтейік, біз ел боламыз десек, келешегіміз кемел болып, қазақ, қырғыз, өзбек деген милләт елдер сақталу үшін, онда біз дінімізге мықты болып, салт санамыз дұрыс жасап, ұлттығымызды құр көкірек тұра бермей, өзімізді тәрбиелеуіміз керек. Бір-бірімізді жұқығанды қоюымыз керек. Бір-бірімізді жаманда, бір-бірімізді алға тартып, мыжып, өлтіріп тастауға дайын болып тұрмыз. Қойыңыздар осы нәрсені. Ұстаз, жұбайым мені шешең деп боқтап, сөз анықтап айтты. Менің ашуым келді. Алла жазаңды берсін деп қарғадым. Сол дұрыс емес па дейді. Сол жазасын берді. Аяғы ауып жүрмей қалды. Жатқан жеріне дәретін шығарамай, туалетке барамай, памперсін ауыстыратын болса. Кім ауыстырады? Мен ауыстырам ба, сен күйеуіңдікін? Сен сіңлің ауыстырам ба сенің? Кім ауыстырады сен күйеуің? Соның басына сенің қарғысын кеп келсе, соның сорын сен тартасың, өзің тартасың. Сол қарғысты, значит, сен өзің айттың. Оның боқтағанын ақтап атқан жоқпын мен. Боқтаған үшін ол өзінің шешесін өзі боқтады. Сен шешеңді боқтаған жоқ ол. Қорқып ол өз анасын өзі боқтады. Енді ол мейлі жамандық қыпты, сен істедің. Сол жазаңды берсін дедім. Ал берді Аллах Тағала. Ауыз қисайы мен сүлтіп қалды күйеуің. Сенің жаның кіре ма? Арманың орындала ма? Сен тартасың сорын, сенің сорың болады. Балалары сондай болады. Балаларына тәрбие беремейді. Не көшеге алып шығамайтын боласың. Керек пасаған сондай күйеу, сорын сен тартасың. Туған туысы бәрі сені қарғайды, біздің бауырымызды осындай қылды деп. Қаншалық керегі бар саған сол. Сол үшін алтыным, біреуге теңіліп, ондай жасама. Ол жасаған үшін, ол өзі жауап береді, ол жаман нәрсе жасады. Бірақ сен бұлай істедіңде, онда сен де көшеге шығып кет онда. Бола ма сол? Дұрыс емес жаным. Екеуің бір адамсың. Ол ақымақтық қылса, сен ақымақтық қылма. Біреу ақымақтық қылса, сен кешірімді бол. Алла сонда сені кешіреді. Сен де ангел емес шығарсың. Сенде де бар шығар қателік. Соны Алла Тағала кешіруге дайын тұрады, егер сен күйеуіңді кешірсең. Мәселе сода. Жылқының еті жайыз. Басқа масқапқа салсаңыз. Ашумен қарғадым. Енді қызметін жаса. Аяқ қолын сүй. Сүй деген аяғын сүйме, аяғын сүйіп. Қызметінде бол деген сөз да. Бізде анау аяғымды сүйей, жәннетке барсын деген ол дұрыс емес, ол ақымақтық. Өткенде ана сұхбатта да айттым ғой, Нартай Аралбайұлымен болған сұхбатта аяғын сүюдің керегі жоқ. Аяғын сүю деген ол образын айтылған нәрсе. Аяғын сүю деген сөз аяғын сүю емес, нәскиін жуу деген сөз, минимум. Нәскиін қолмен жуу болды. Соңмен чайды бит бергенде күлімсіреп берші, бүйтіп күлімсіреп, қызметін жаса болды. Сол кешірім болады бұйырса. Жасым 42-де, жас балам бар, бәрін жаттадым, бірақ намаз бастай алмай жүрмін дейді. Сіз бірінші бастауыңыз керек, соңын жаттауыңыз керек. Сіз чуть-чуть дұрыс бастамағаннан кейін оқи алмайсыз. Біздікілер сөйтеді. Бірінші жай намаз сатып алады. Бірінші құмған сатып алады. Біздің қазақ құмғаннан бастайды. Бірінші құмған сатып алады. Ол құмғанмен жуынбайды. Құмған 19 ғасырда қалу керек. Қазір мынандай күшті краниктер бар. Күйеулеріңізге айтыңыздар, краникті бұрасаң, массажный унитаздар бар. Өзі жасап береді бәрін. Содан біздікілер содан бастайды. Құмғаннан бастайды. Потом жүзік алады, Алла Мұхаммед деген күміс. Сонымен бүйтіп, сонымен жерге не алады, кулон алады. Сонымен орамалдар алады, бүйтіп оранатын алады. Сөйткенде 3 жыл өтеді өзі.
содан кейін тағы жүреді, біреулер тағы нәрсе айтады, сөйтіп өмір өтіп кетеді. Тас балада арасында. Содан кейін барып жаңағы сөйтіп өзі намазға тұра алмай кетеді. Дұрыс емес. Сосын сүре жаттаймын, кітаптар бар. Кітаптардың 10-15 түрі бар. Оны біреу сұрап келеді, оған беріп жібересің. Өзің оқымайсың, оған біреуге беріп жібересің. Біздікілер сондай келеді намазға. Бұл дұрыс емес. Сіз бірінші жаттама, сіз барыңмен келе бер. Түк білмейсің. Бисмиллахир-рахманир-рахим, бисмиллахир-рахманир-рахим деп 3 рет айтсаң, намаз қабыл болады. Ең кейін бисмиллахир-рахманир-рахим, бисмиллахир-рахманир-рахим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Басқа білмейсің сен. Осылай оқи берсең, жаттағанша осы намаз өте береді жан. Дәретті дұрыс ал, ғұсыл алуды білсең болды. Кейін жаттай бересің. Соң кітапты алдыңа қойып қоясың, бүйтіп жазып, соң мына қағазға қарап, үйренесің жаным. А сіз өзіңіз айтып жатсыз. Тура емес дәретпенен намазға тұрса, ол білмейтін адам тура емес алсаса қабыл болсын деп айтамыз. Ол білмейді, өзің айтып жатасың ғой. Қазақша жазғаныңа рахмет, қырғыз бауырым. Жазғаныңнан-ақ көріп тұрмын қазақ екеніңді, қырғыз екеніңді. Рахмет, қазақтарға құрмет қылып, қырғыз болсаң да қазақша жазып жатқаны рахмет. Мен қырғызша сөйлесем, сіздердің ұлттарыңызға құрмет жасап жатырмын. Солай. Тура сол сияқты қазақтарға құрмет қылып, сен де қазақша жазып жатқаны рахмет. Енді дәретті білмейтін адам дұрыс алмады, білмеді. Не істейміз енді? Шұқып, кет деп қуып шықпайсың оған. Қабыл болсын де. Кейін үйретіп қой. Түсінесіз бе? Топырақ, бор жеген дұрыс па дейді. Күнә ма дейді. Енді ауыр бөліп қалсаң күнә болады, конечно. Топырақ жеп, жолдың барлығын шетінде топырақтың бәрін жеп, машиналар соғысып, авария болып, бәрі өліп жатса, бітті, онда күнә тұрма, күнәнің күнәсі арам болады. Топырақ жеп, ішін қатып қалса, тоже күнә болады. Енді топырақ жемей, бор жемей, қана докторға барсаң, жазып береді өзі. Қандай витамин жетіспейтін белгілі ғой. Соны жазып береді, соны аласың. Кальций жетпейді, цинк жетпейді, жазып береді, нан жейсің деп, соны ішесің, болсын. Бор да жемейсің, жолда бүтін, асфальт та бүтін, бәрі бүтін болады. Ұстаз, үстімде жыландарды көрдім, дейді, басталды, үйге көрмекші болды, дейді. Қасыңдағы адамдар кішкене реттеңіз. 11 жасты балаға намаз оқу, қинамай, зорламай оқытса болады. Әке-шешемізге умра сыйлап едік, дейді. Тамаша. Бармаймыз деп бас тартып жатыр, қалай көндірсек болады, дейді. Бұл не әдет сіздерді көндіру? Бармаймын деген адамды, мысалы, мен әйел алмаймын десе, аласың деп зорласаң, ол әйел болып жатпайды ғой, күйеу болып жатпайды ғой. Сол сияқты зорлап тұрып қажылыққа барады. Ол жердегі гид мен болайын, басқасы болайын, сен жердікі дұрыс емес, қабыл емес деп ол уағыз айтады ол жерде. Сосын ол да отыра береді, қабыл болсын деп отырған мен жоқпын дейді. Қабыл болмаса болмай-ақ қойсын дейді. Содан кейін кеше ғана бір кісі интернетте жүргендей, қарным ашты, үйтті, бүйтті деп қайтып келсе не пайда? Өз бармаймын деп тұрған адамды неге зорлайсыздар сіздер? Бармаймын деп тұр ол. Бірінші оған, демек сіз подход дұрыс емес. Қажылыққа бару ол міндет емес қой. Сыйла деген үкім бар ма? Ата-анаға қажылық сыйлау емес, ата-анаға бала болып беру міндет. Қызметін жасап беру міндет. Содан кейін үйге бір дұрыс ұстаздар шақырып, үйде уағыз қылып, қажылықты мақтатып, бір солардың көңілін босату міндет. $1,500, $2,000 қажылыққа жібергенше, соны бір кішкене мал алып, біресе алып, үйге құдай қылып, ұстаздар шақырсаңыз, бір айда бір рет қашан уақыты босайды, мен болайын, басқасы, келеміз сіз үшін. Міне бүгін Қарағандыға шақырды, Алла ризалық үшін, простой қазақ. Алланың ризалығы үшін келіңізші деді, келіп әке-шешесіне, туғандарына уағыз айтып беріп, қызметін жасап беріп, жүректеріне біраз иман алып, намаз бастаймыз деген бар. Неге осылай жасамасқа? Неге обязательно қажылыққа жіберсем, мойнынан парыз дейсіздер ме? Өткенде бір рет қажылыққа апардым. Тура осы сияқты баласы қажылыққа апарды. Қажылыққа апарды папасын. Мен қарап тұрдым, гип болып жүрмін, быт-шытын шығарды папасын. Папа сен жүре алмаса, жүрсеші, не жүрсің сенікі? Бол, тұр, бар, кел. Қарадым да жағамды ұстадым. Сосын бергел дедім, бала бергел. Мынау кім дедім, құлың ба десем, жоқ дейді. Әкем дейді. Сен кімсің әкеңе осылай сөйлейтін? Бұл менің көзімше сөйлеп тұрсың, елдің көзінше. Анау бүйтіп жеп қойайын деп тұр. Сонда $1,000 бергенің үшін өлтіріп қойайын деп жатсың. Сен өлтірмей $1,000 бір әке 10 баланы бағар. 10 бала бір әкені талар дейді. Бір әке сені риза өлтірмей бақты ғой, енді сен не болсын шама? $1,000 берген екенсің, осы үшін өлтіріп қоятын болдың ғой.
бір қыз алып барды мамасын. Аузына келген сөйлейді. Қыз шешесіне сөйлеп жатыр. Таң қалдым. Сен денің дұрыс па дедім қызға. Сен ренжіме дедім. Мен қазір қатты айтамын дедім. Мен бір күн емес, 2-3 күн қарадым саған дедім. 3 күн мамасын жерден алып жерге салып жатыр. Сондағы сенің не пайда дедім. Не пайда бұны алып келгенің? Атақ па, абырой ма? Бұл дұрыс емес, айналайын. Меккеге апаратын адамның өзінде желание болу керек. Түсінесіз бе? Мен барам, мен жіберші деп, ана марқұм Әбдіғаппар ұстаз айтқандай, мамам дейді, үйге келсем дейді, Қағбаның суретіне қарап жылап тұр екен дейді. Соны айттым дейді, ей, барғыңыз келе ме анашым деп едім. Арманы ғой деп айтты. Машинамды сатып апардым дейді. Міне. Ол барғысы келмейді сен мамаң. Оны Аллахты зорлайсың сен. Ол дұрыс емес. Дұрыс емес ол. Аға, енем де 10 немере абысындарым көрші тұрады дейді. Жұмыс жасайды. Екеуі де күнде біздікінде, солар үшін енеммен күйеумен көп ұрсамыз. Қазір азық түлік қымбат, бәріне жеткізе алмаймын, шаршадым дейді. Сен өзің жұмыс істеп желкеңмен тауып жатсың ба? Жоқ, Құдай беріп жатыр ма? Жоқ, күйеу тауып жатыр ма? Сен жұмыс істеп кешке дейін базарда аяғына сыз өтіп тауып жатырсаң, онда айтсаң о сөз жарасады. Сол үйге келгендердің бәрі тек қана тамақ жемей, ауыздар қимылдамай, кішкене бір нәрсе алып келетін шығар. Жоқ, бәрі сен бағып жатсың ба? Такое ощущение, Құдай емес, сен бағып жатқандай. Мына сөзіңді оқысам, қызым-ау, алтыным-ау, сен дүниеден екеуміз өтіп кетсек те бұл өмір жүре береді ары қарай. Түсінесіз ба? Сіз, мен түсінгеніме қарағанда, сіз кенже келінсіз. Сіз қара шаңырақтында отырсың сен жаным. Енді ауырып жатсаң, тамағыңды бермей қой, бірақ дайындап қойсаң, өздері алып ішеді. Одан кейін келген қонақтар өз ағайын туысқан үйіне келгенде, мына шариғат бойынша кім болсаң о бол, құптаннан кейін қонаққа баруға болмайды кешке. Біз 12-де барып отырып аламыз бүйтіп, біреудің үйіне барып тамақ жеп. Бұл дұрыс емес. Түсінесіздер ме? Бұл дұрыс емес бұл. Қонақ кешке дейін ғана барылады. Түнде барылмайды. Істеңіз, ештеңе болмайды. Соның бәрі алдыңа келеді, көресің. Соны осыларға жасаған қызметіңіз, солардың балаларынан келеді, балаларыңызда Құранның бір бұйрығы сізге жеткілікті. Ағайындықты күшейтіп жатсыз. Ештеңе етпейді. Еңбегің желінбейді, жаным. Туысқанға істелген еңбек желінбейді. Ассаламу алейкум, намазды қағазға жазып қарап оқыса болуы дейді. Болады да. Құран, шариатты білгендерге болмайды. Emne üçün Abu Hanifa mazhabında talim menen, үйренішпенен, yani ibadat bölünген. Yani bol boyut деп келеді. Еми жаңы еле, азыр еле үйренем деген адамдарға болады. Қағазға жазып, боғынтып қойып, ошон үшін үстіне еле қарап, стенаға еле чаптап қойып, ошы жүгі бітіп қарап оқысам бола береді. Үйде душ жоқ, баня жоқ. Сол үшін ғұсыл ала алмаймын дейді. Сол себепті намазды көп қаза етемін дейді. Кім айтты қаза етесіз деп? Таяммуммен оқисың. Сіз айтқандай 19-шы ғасырда қалып қалсаңыз, онда таяммуммен оқи бересің, намаз қалмайды. Намазда ол повод жоқ. Үйге мынандай бутылка сатып аласың. Көпке қарасыз. Душ жоқ, газ жоқ, свет жоқ, тезек жоқ болса, мынандай баклажка сатып аласың. Осы баклажкаға су құясың да, төсектің жастықтың астына қойып қоясың. Екеу-үшеуін. Ертең жып-жылы болып тұрады. Күйеуіңді құшақтамасаң да, мынау жылынып тұрады. Соның үстіне аяғың астына тайзық қоясың да, бүйтіп құйып чомылып аласың болды. Аяғың астына тайзық қоясың да. Оқитын адам амалын табады. Оқымайтын адамға вариант көп. Анау жоқ, мынау жоқ, мынау жоқ, анау жоқ кете береді. Бірақ осыған қоса айтайын дегенім, үйдегі еркекке, балаларға, ата-анасына жуынатын, шомылатын, ғұсыл қиынатын жер жасап беру парыз. Неге болмайды құптаннан кейін түсініп? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тыйым салған. Біріншіден, екіншіден ұйықтау керек. Ол үйдің әйелі сенің құлың емес. Ол келін қызметші емес, кешке дейін жұмыс істеді, ауырды, жұмыс істеді. Енді Аллах Тағала
түнді ұйқышын жаратты. Түні ұйқы болу керек. Ал оның ұйқысы бұзылады, ертең жұмысқа барады. Сен отырасың 11-12-ге дейін отырасың оның үйінде. Ыдыс аяғыңды жумайсың. Өз ыдыс аяғын ол өзі жуады. Ыдыс аяғын өзі жуады. Одан кейін сен звондап бару керек қонаққа. Баратын кезде мені қабылдайсыз ба деп. Аты жоқ, жөні жоқ, біреудің үйіне барып 11-12-ге дейін жатып алады. Сен кетпей мыжып отыратын қонақтар бар. Не кет деп айтамайсың, оған не кетпе деп айтамайсың. Өзі жөнімен қонақ болып, жөніменен болу керек. Рұқсат сұрау, біреу ауырады, біреудің бір жері ауырады, біреудің денсаулығы ауырады, біреудің жүрегі айниды, біреу жинау керек. Сен біз барған үйде проблемамыз ғой біз. Өз жатқан жеріңді өзін жинап кетпейміз біз. Кішкентай қызыңа дейін лақтырып шаршап кетеді. Қашанғы керек, ол үйдің әйелі құл емес қой саған. Сол үйге құл болып келген жоқ ол. Біздікілер келеді, жеп қақырып түкіріп кетіп қалатындар көп бізде. Ұят болады ол бауырлар. Мұсылмандыққа сыймайды ол нәрсе. Келесің ба, жөніңмен атына жеп, шетелде Европада болса үндемейсің, өз тамағыңды өзің апарасың ол жақта. Оған басақ сонда біз не, құлмыз ба біз не? Жоқ ағайындар. Қонақтың өзінің үкімі бар. Кешкі құптаннан кейін адам демалу керек. Особенно қалада, пәтерде, квартирада тұрады. Бар болғаны бір бөлме, екі бөлмеде тұрады қазақ. Даңғырадай жеріміз бар, бір комнатқа жете алмай жүрміз. Кредит алайын десең харам деп жатыр бәрі. Бопты енді, харам болсын. Енді не істеу керек енді? Оны үйіне көресің, 11-12-ге дейін ет жеп жатасың сен. Ет сал деп қоясың еще команда беріп. Ол ауырып жатқан шығар сол күні, үйінде ұрыс болып жатқан шығар, басқа. Сіз балғанда да біздікілер бір құрғол бармайды, бір жақсы сөз алып, бір 5 теңге 10 теңгесін беріп, кафеге барғанда да ақша төлейсің ғой, кафеге. Бопты енді ол сен туысқаның екен. Барса да жөнімен бар. Одан кейін бала шағасını шуатып алып баратындар бар. Жер бетінде бала шаға жоқ сенде болса да. Онда да айт. Пайғамбардың әйелі саллаллаху алейхи уассалам Айша анамыздың басқалар қызы дегені Фатима анамыз қонаққа барар кезде сұрайды екен. Ей, Хасан мен Хусейнмен барайын ба? Балаларымен баруға бола ма деп. Біздікілер бүкіл балаларын алып барады. Оны төрге отырғызып қояды. Жер бетінде бала туған сен ақ болсаң да. Кейде менің қасыма отырғызып қойды мынадай балаларды. Бопты ғой енді, ілім тыңдап, бүйтіп тыңдап отыратын болса, енді қазір тыңдайды енді, амал жоқ. Тикток имам деп қарайды, о, тикток имам дейді. А бұрын қарамайды, столдың үстіне шығып кетеді, аяққа шығып кетеді, баласы отырады, не уағыз айтайын десең, уағыз айтамаймын. Ана баласы сындырады, стол үстіне, не менің сөзім бұзылады, столды шашады, бытшын шығарады. Жер бетінде бала туған сен ақ болсаң да. Ана қазақ айтпақшы, 40-қа келген бала күйеуге шықпайды, күйеуге шықса бала туса қоярға жер таппайды деген тура айтылған сөз. Ардақтылар, сыйлықпен келіңіздер қонаққа. Сол үйді жинайтын жинап, жәрдем беріңіздер. Қыздарға айтам мынау. Бір үйге қонаққа бардыңызда жинасып беріңіз. Одан кем болмайсың. Бізде отырады бәрі королева бүйтіп. Бір үйдің құлы бар ғой дегендей. Дұрыс емес ол. Ол ауырады, ол басқа. Бізде ана менсінбейтін қайын сіңлілер, жақсылап естіп алыңыз, сіздерге айтып отырмын. Үйде келін жеңген құлың емес. Ертең сен де келін боласың, бағың ашылса. Сол кезде осылай істегенде басыңызға түсінгенде не пайда. Сондықтан бүйтіп жинап, жақсылап, қызмет жасап, ыдыс-аяғын жуып беріңіз. Біздің қазақ туған туыстар біреу үйіне қонақ шақырса, қыздарын жіберген. Бар ана үйіне жәрдем бер деп. Ол сұрамаған, келіп ыдыс-аяғын жуып, дастарханда қызмет жасап берген. Кеткенше ел тарағанша. Бізде ше, бізде бәрі жейді, тастайды кетеді. Ана бақсы жуайын десе, жуа алмайды. Өз шаршаған, ертең жұмыс қалады, сонымен жын шайтан аралап, дастархан бәрі сондай болады. Сол бола ма сонда? Содан кейін ренжейміз. Әйелің салақ дейді, соны ол өлу керек пе жоқ? Ол дұрыс емес. Келіндер, абысын көп, тату болса ас көп деп айтқан. Сол абысынмен шешіледі, ағайынмен шешіледі бұндай нәрселер. Бала шағаңыз бар болса айтыңыз. Бала шағам апарса болам. Немесе ренжімейді, айтыңыздар. Босанған әйелдерге де солай. Бәрі құтты болсын, құтты болсын, құтты болсын. Еркекке бәрі бір алып келе береді. Достас, кіләстәс. Бір 29 жыл көрмеген біреуді алып келеді досым деп. Одан бір тиын пайда жоқ. Зияны болмаса. Жаманның жолдасы көп, жәніне пайдасы жоқ дейді. Бірақ біз қонақжай халықпыз, осыны ұмытпаңыздар. Біз қонақжаймыз, өте жақсы нәрсе, болу керек. Сол синдром отличника оны ата-ананың жасағаны. Сен сондай болу керексің, бәрін жеңу керексің, только ты, сен бірінші, сен должен балаға сондай салғаннан кейін, бала тек қана алға білімді ғана қояды.
Дұрыс емес. Балаға бірінші алдына орында тәрбие, иман, бауырмашылық қасиеті сіңіре біліңіздер. Ол Америкаға көшіп кетпейді бәрібір. Америка көшсе өзін ғана ойлайтын болады. Жоқ, біз ағайынбыз, біз бауырмыз, біз елміз. Қазақ осы кезге дейін жоқ болып кетпей, қазақ болғаны ағайындық, бауырмашылықтың арқасында, бір-біріне сіңгеннің арқасында, бір-біріне құрметтегеннің арқасында, қатар-қатар жатып өскен елміз біз. Бір бөлмеде пештің қасында бәріңіз жатқандарыңыз есіңізде шығар. Қазір о кезде бауыр емес, нағашы, айдала туысқандар біздің үйде жататын. Қазір екі бірге туған бауыр бір үй емес, бір екі этаж үйге сыймайды бір-біріне. Жеп қояды бір-бірін. Солай. Сондықтан ағайын туған туыспен болыңыздар. Тағы айтам, жаманның жолдасы көп, жәніне пайдасы жоқ. Сол сені жәніне пайда деген финансовый пайда емес. Қазір бір финансовый пайдамен дос болып кеттік. Өзінің кішкене байлармен құда болсам екен. Бай сені сүйретпейді ол. Ол жынды бай емес ол. Ол байлыққа жету үшін қанша нәрседен өтті. Ол сенен ақылды. Ойлайды, бір жынды бай бар, соған қызымды бере алсам, соған құда боласам, соң ол мені баламды өмір бойы сүйрейді деп. Сүйремейді ешқашан. Сүйресе көзін шұқып өтіп, сол үйдің құлы болып өтеді. Сол ардақтылар, Құдай өзіне берсін. Атан қазақ айтқан өзіне берсін деген. Әкенің дүниесі болмайды балаға деген. Құдай өзіне берсін деп неге тілемейсіз? Құдайдан тілеуді үйретіңіздер. Ей Алла, осының өзіне тағдырына бер деп. Мен курьер болып жұмыс істеймін. Шошқаның етінен стейктер, істелетін тамақ бар, арасы тасып апарып бер. Жолда жеп қоймайсың ғой сен бәрібір. Біреудің тамағын. Сондықтан апарып бересің. Мен 11 жасымда оразаны қиналып тастап кеттім. Күнә ма дейді? Жоқ жаным, күнә емес. Исламдағы отбасылық принциптер қандай? Отбасылық принцип деген үлкен институтты айтып жатсыз. Институттың қай жағы? Ол бөлінеді. Хидаяның өзі бөлінеді. Еркек пен әйелдің ортасы, әйелдің тамақтағы орны, еркектің орны, түндегі қызметі, балаға деген тәрбиесі, именно қайсысын сұрап жатсыз. Оны қазір айтсақ, бас аяғы сөз жоқ сөз болады. Содан кейін қиып алатындарға как раз запись жасап отыр қазір бәрі. Жақсы болады. Соны салған кезде сол қайсы сөз екенін түсінбей қалды. Содан ой, имам бүйтіп айтты, имам бүйтіп айтты деп, сол итак та мені қылқындыруға жақын тұр қазір. Кішкене қалды. Ана дикий қабанның өзі біразын оятып жіберді, дикий қыз жіберді. Сондықтан нақты керек нәрсені сұраңыз, ойынға приколға айналмай. Оразаны тастап кету қалай? Күнә емес. Қарызын. 11 жастағы бала, бәрі шетінен ақылды. 11 жастағы бала. Құдай-ай. Бәрі ақылды. Ақыр кезде ашулы болып кеттіңіз. Жоқ, ашулы, кешірім сұраймын. Күліп жүрмін. Көп күлісем, сөздің сүрейі болмай жатыр. Менің сыныптастарым қолдарын көп кеседі. Деген таспиқты намаз оқымаса, тартпаса, обал бола ма дейді. Обал болады. Өйткені тартсын деп берді сізге.
Дауыс шықпай қалды, кешірім сұраймын, ана көріп тұрса да звондайтындар бар да. Көріп тұрып әдейілеп звондайды, сол эфир үзіліп кетіп жатыр, кешірім сұраймын. Қазақстанның бас имам керек жоқ, айналайын. Тыныштық керек. Осы сіздердің тыңдағандарыңыз өзі жеткілікті. Мынау подписканы басып қойыңыздар, уағыздарды тыңдаңыздар. Мені бақытты қылғыларыңыз келе ме? Мен шын мәнінде бақытты болам, егер мен айтқан сөздерді сіздер өмірлеріңізге асырып, сол нәрсе құлшылыққа келіп, Алланың тыйған тыйымдарынан тыйылып, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсеткен тура жолға келіп, нағыз ұлттың патриоты, елін сүйген салиқалы, ұрыспай, таласпай, бақытты өмірге келсеңіздер, ең мен разы қылған бол. Мен осыған ризамын. Осыншама сағаттар отырып айтылған сөздердің мәні түпкі жемісі сода. Ақшаны қайдан табасыз дейді. Нұран бауырым қосылды. Ассалаумағалейкум. Бұрын ұнамайтын ұстаз, қазір майдай жағады дейді. Алланың діні жағады сізге. Мен жақуым маңызды емес, дін жақсын сізге. Алла жаққаны сізге, Алла жақтырғаны. Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум. Алла сынағы мен лағынетін қарғысын ажыратып беріңізші. Бұл дүниеде Алланы танымай өтіп кетсең, Құдайдың адастырғаны болады, лағынеті болады. Енді адам қателесуі Құдайдың рахымы да болады. Мен бүгін ертең бір эфир салам, бұл туралы сол жерде нақты айтылған Құдайдың жазасы қайсы, Құдайдың жұмада айтылған уағыз ол. Содан бір үзіндісін салам, дайындап қойдым. Сол, менде ешқандай не жоқ, көмекшілерім жоқ, бір өзім осын жүргізем, бір өзім айтам, бір өзім реттейм, өзім салам. Сол үлгеремей жатырмын, кешірім сұраймын. Сұрақтарыңызға да жауап беремей жатқаным сол, дайректте өте көп сұрақтар тұр, кешірім сұраймын, рет-ретмен жауап беріп келе жатырмын. Ұстаз, есте сақтау жақсартатын дұға бар ма, жауап беріңізші. Бар, бірақ дұғадан бұрын әрекеттерін жасау керексіз. Базарға барғанда, торговый домға барғанда, телефондарын алда бүйтіп отыра бермеңіз. Қызығы, бұл не деген сөз? Бұл дүниеге қызығу деген сөз. Дүниеге қызығушылық көп болатын болса, онда сіздің зейініңіз төмен түсе береді. Имам Шафиғи рахмахулла айтады, мен Құран жаттауыма жақсы әсер болған базарға баруды қойдым дейді. Яғни сауданы қойдым дейді да. Сондықтан осындай нәрсе болады. Кино режиссер болғым келеді. Алла айтқаныңды орындасын жаным, Алла нәсіп етсін. Жас балаларға, жас қыздарға осындай арман, құр арман жатып алып, бола беретін емес, дұға қылып сұрасын. Шариғатта үміт пен арман бар. Айырмашылығы неде? Арман жұмыс істемейді, оқымайды, просто жатады. Оған Құдай бермейді. Үміт бар бізде, оқиды, талпынады, және дұға қылады. Құдай соған береді. Бір адам мені қатты ренжітті. Жүрегіммен кешірмеймін дейді. Бір маған ренжіпті. Жүрегіммен кешірмеймін дейді. Бірақ мен ол адамды қатты танымаймын. Артық сөйлеспедік, не істесем болады дейді. Кешірім сұрайсыз, оның жүрегіне кіріп шығамайсыз, жүрегіндегі контакттарына әсер етемайсыз, сіз мидағы контакттарын жөндей алмайсыз. Біз кешірім сұраймыз, шын ниетпенен мүмкін әрекет жасаймыз, ар жағын Құдайға табыстайсыз болды. Түсіңде пайғамбарды көру үшін дейді. 100 рет оқылатын сүренің аты қандай? Кәусарды оқыса жақсы болады дейді. Көреді деген сөз бар, бірақ көрудегі мақсат не бар? Бірінші, сіз ертең пайғамбарымызды көріп ұялып қалуыңыз мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сіздің жалаңбас шашыңызды көріп, әй үмметім, түсіңе келіп мынау жүрісің не десе,
қазақ айтпақшы, жер жарылып кетеді сол жерде. Сондықтан одан кейін көргеніңізге не рат боласыз. Пайғамбарымызға сіз түсіңізде тұрмақ, мына телефоныңызды көрсете алмайсыздар көпшілігіңіз. Телефоныңыздың ішіндегі небір нәрселер бар біздің телефонымызда. Пайғамбар тұрмақ, әйелдер күйеуіне көрсеткісі келмейді. Күйеулер әйелдеріне көрсеткісі келмейді. Рас қой? Соны күйеуіңе көрсете алмай жүрген телефоныңды балаңа дейінші. Балаңа көрсете алмай жүрген телефоныңды қалай көрсетесің жаным, о пайғамбарға? Оны сіз түсіңізде көріңіз келіп тұр. Солай жаным. Жолдасы хиджабқа қарсы болса не істейді әйел кісі, бірақ әйелі қатты таққысы келеді. Бізде мынандай үкімдер бар. Режим, телефондарда болады ғой, режим тақуа. Сол тақуа режимді қосып аласыз, сіз бірінші соған келуіңіз керек, алтыным. Сіз өміріңіз соған бұрылу керек. Күйеуіңізді жақсылап қызметінде болыңыз. Сол намазға түнде үйде оқи берші намазда. Күйеуің соған қарабақ сізді өзі қалып келеді. Соны Құдайдан сұрашы, я Алла, осы күйеуімнің жүрегін босатып бер деп. Алла кәпірдің жүрегін жібіткен дін сіздің күйеуіңізді жібітпейді деп ойлайсыз ба? Адам өлтірген жауыздарды келтірген дін сіздің бір еркекке Құдайдың құдірет жетпейді деп ойлайсыз ба? Алла сондай қылып жүрегіне салады, сіздің аяғыңызда тізерлеп тұратын күнге жетеді. Алла тағала оны аурумен, қайғымен алып келмей қойсын ондай күнге. Алла иманымен алып келсін сізбенен. Бірге жастықта жатып, тұр екеуміз тұрайық деп, бір-біріңізді оятатын күн келеді, Құдай қаласа. Сол үшін сіз ісіңіз емес. Сіздер оны күшпенен мен істеймін келесіз. Сіз соған жар болыңыз. Ашуланса да, жынданса да, жаным сенікі дұрыс деп бір қызметін жасай берсеңізші. Алладан сұраңыз екіншісі. Мына жас қыздар, тұрмыс құрмаған қыздар, інілер, бауырлар, өміріме Құдай осындай иманды, салиқалы адамды кіргіз деп сұраңыз. Күйеуге шығайын емес, күйеуге шығасың, күйеуің басыңнан тоқпақтағанда күйеуден қашып шығасың. Кимегенім жақсы ет дейсің. Жоқ, Құдайдан түбін сұраңыз. Баратын жер, бір адам Құдайдан чөлдеп келе жатып, су сұрапты. Алла, су сұрап келе жатса, біреу айтты, су бар, құдықта бар депті. Жүгіріп құдыққа келіп, енді құдықтың ішінен шелек керек қой. Шелек болса екен, Алла шелек болса екен депті. Соны суға келсе, суда бейте бір елік су ішіп тұр екен. Адамды көреді, қашып кетеді. Сол кезде су төмен түсіп кеткен екен. Қарайды, шелек жоқ. Алла, бір елік су ішем десе, сен суды көтересің депті. Ал енді мен сенің құлың су ішем десем, сен мен дұғамды бермейсің дегенде бір періштеден дауыс естілді дейді періштеге. Сен Құдайдан су сұраған жоқсың, сен Құдайдан шелек сұрадың депті. Шелек анау жерде барып алып келіп ішіп ал деген екен. Сондықтан түбін сұрап үйреніңіздер. Ақырын сұрап үйреніңіз. Алла тағала сіздің ақырыңызды оңдасын деген қазақтың сөзі бар. Бір молда бар екен, бір үлкен ғалым молда. Сол молда Құдайдан сондай берілген екен, бір күні мешітте ұйықтап жатыпты. Мешітте ұйықтап жатса, жер сілкініс болыпты, землетрясение. Сол землетрясение болғанда періште шайтан келіп оятыпты ананы. Тұр мешіттен шық депті. Барып мешіттен шығып кетсе, анау қарайды, сен кімсің десе, мен шайтанмын депті. Шайтан қайта мені өлтіріп қойса жақсы еді. Менің анау жамағатымның бәрін аздырып, мен тыңдайтындардың бәрін құртатын едің ғой, саған рахат еді ғой дегенде жоқ деп айтты дейді. Сен ұйықтасаң да Құдайға дәретіңді алып, қараңыз, дәретіңізді алып, оң иығыңмен жатып, ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир деп, құл хуалла ихлас сүрені оқып жаттың. Сен осы күйде өліп кетсең шахид болатын едің. Сондықтан сені бұл күйде емес, туалетте отырған жерінде әйтеуір не керек, бір кішкене болса да күнәнің үстінде өліп қалса екен деп армандап жүрмін мен сені деп төсекте өліп қалмасын деп ояттым деген екен. Шайтанның өзі сенен қашатын болады. Міне сол ардақты. Сол үшін сіз Құдайдан түбін сұраңыз. Алла менің ақырымды дұрыс қыл, ақырымды ахуалды. Атаң қазақ ақырын сұраған, басын сұрамаған, мәре финишті сұраған. Мән кәләмуху ахируху ла илаха иллаллаху дахалали жәннатан. Кімде кімнің ең соңғы сөзі, ең соңғы ісі Құдайға жағатын болса, ол жәннетке барады. Басы емес, орамалды былай тақпақты көр, бит тағуға да болады. Неше нәрсені істеуге болады. Бірақ ақырың дұрыс болмаса, қазақ айтпақшы, ақырың тақыр болса не істейсіз? Ақырын сұраңыздар Құдайдан. Намаз оқып үйрене бастағанда дұғаны ұмытып қалса күнә бола ма? Болмайды. Сол түскен жеріне есіңе түсе, түспесе ары қарай кете бересің оқып. Намаз қабыл болады.
Балаңның кіндігіндегі грыжаны орыс кемпірлерге оқыту дұрыс па? Қазақша емдеудің жолы бар. Бара беріңіз. Дәрігерге барсаңыз, дәрігер емдейді. Ол мынада тиынды қойып та емдеген апаларымыз. Оның бабушкаларға барудың керегі жоқ.